Әділ мырза Наленға барлық шындықты айтайын деп жатқанда өзін жайсыз сезініп аяқ астынан есінен танып қалады. Жедел жәрдем келгенімен Әділ мырзаға көмектесе алмайды, өйткені Әділ мырза жүрек талмасына ұшырап қайтыс болып кеткен еді. Наляның әкесі қайтыс болып, оны жерлеп жатқан кезде Фарида ханым көз жасын төкпейді. Наляңға да, егер сен де жылайтын болсаң, мен де сені әкең сияқты тастап кетіп қаламын деген сөздерге сенген Налян ол да жылай алмайды. Жаңалықтардан Әділ мырзаның қайтыс болғанын естіген Жана Құдайға да жақсы адамдар керек деп өзінің әкесінің сөздерін есіне алады. Яғни Налян олардың қызы емес, немересі, олардың қызының аты Сема деген сөздерді есіне алады. Гүлжихан ханым Семаға қарап, Фарида ханымға қарашы, түк те жылаған жоқ, қандай жүрексіз әйел деп оған таңғалысып жатады. Үйлеріне қайтып бара жатқанда Налян анасына келіп, әкем маған не айтпақшы болды, сендер менен не жасырып жүрсіңдер деген кезде Фарида ханым, бұл жер оны айтатын сөз емес, көлікке отыр, үйімізге қайтайық дейді. Налян үйіне келген кезде анасынан қайта сұрағанда, анасы Налянның бетінен шалып қалып, сен әкеңді өлтірдің, әр нәрсені сұрап, оны уайымға салып, сондықтан да әкең өлді деп Налянды кінәлап кетеді. Налян анасының бұл қылығына таңғалып Хафизеге, өмірімде алғаш рет әкеме барып, оған өз сырымды айтқан едім, ол да міне өліп қалды дейді. Гүлжихан ханым Музоның Жәбиттен 10 миллион ақша алғанын біліп, Музоға ұрсып жатады. Не үшін одан ақша алдың? Егер әкең біліп қойса, бізге не істейтініңді білесің ба деп. Әділ мырза кеше қасымызда отыр еді, ал бүгін міне жоқ. Жәбит мырза Рафет мырзаға қарап, енді татуласайық, бұлай бір-бірімізбен ұрысып жүргеніміз болмас, қанша өміріміз қалды, оны да Құдай біледі дейді. Фарида ханым бөлмесіне келіп, Әділ да кетті, Сема сияқты ол да мені тастап кетті дейді. Олардың өліміне өзін кінәлайды. Әділді де, Семаны да мен өлтірдім, оларды қорғай алмадым деп. Және Налянды енді қалай қорғаймын деп басын ұрған кезде Хафизе оны тыныштандырып, мен сіздің қасыңыздамын, 30 жылдан бері сізбен бірге жұмыс істеп келемін, сіз Налянды қорғай аласыз деп екеуі құшақтасып жылайды. Өз-өзіне келіп тынышталғаннан кейін, мына үйде кішкене тұра тұрайық, Налян өз-өзіне келсін, содан кейін үйімізге қайтармыз дейді. Әділ мырзаның қайтыс болуына орай Жана келіп Налянға көңіл айтқанымен Налян оны тыңдамай кетіп қалады. Одан кейін Фарида ханымға барып ештеңе болмағандай оған да көңіл айтады. Фарида ханым Жанаға не үшін келдің деген кезде Жана да, енді сіз маған ештеңе жасай алмайсыз, Налян сіздің немереңіз екенін біліп алдым дейді. Налян түс көреді, түсінде әкесін іздеп жүрген екен. Әкешім, сіз қайдасыз, мен мұндамын деп. Хайри мырзаны ертіп алып, Налян әкесінің басына келеді. Фарида ханым су ішуге тұрғанда, енді үйге кіріп келе жатқан Седатты көріп қалады. Налян да анасына көрінбей тығылып тұрады. Седат Жанамен кездесіп келе жатады. Налян да әкесінің қабірінен келе жатқанын Седатқа айтпай жасырып қалады. Ертесі Рафет мырза Фарида ханымға, жалғыз өзіңіз қалдыңыз, осы үйде тұра берсеңіз де болады, қанша тұрам десеңіз де өз қалауыңыз дейді. Селен Седаттың күніге таңертең қайда баратынын аңдып, бірақ жолай оны жоғалтып алады. Фарида ханым Жана үйде жоқта, оның қызының басынан сипап, оны ұйықтатып отырады. Оны көрген Жана қорқып кетеді. Фарида ханым Жананың тамағынан қылғындырып, менің қызымнан аулақ жүр деген кезде Жана, әйтпесе не істейсің, менің қолымда сіздің немереңіз екенін дәлелдейтін құжаттар бар, қаласаңыз бір көшірмесін Налянға жіберейін ба дейді. Жана, менің балаларыма тиіспеңіз дейді. Ал Фарида ханым болса, менің сенің балаларыңда шаруам жоқ, мен оларға тиіспеймін. Енді Налянға бір нәрсе айтатын болсаң, бірінші сені өлтіремін, одан кейін өзімді өлтіремін дейді. Налян менсіз өмір сүре алады, ал сенің балаларың кішкентай, олар сенсіз өмір сүре алмайды дейді. Көлікте келе жатып Налян әкесімен өткерген соңғы күндерін еске алады. Екеуі қалай велосипед тепкендері, екеуі сондай бақытты еді. Одан кейінгі әкесінің өлгенін және дәрігерлердің көмектеске алмағандарын есіне түсіріп біртүрлі жылай алмайды.
іштегі өксікті жылап шығарайын десе анасының егер жылар болсаң мен де әкең сияқты сені тастап кетемін деген сөздерінен қорқып қалған еді. Сол кезде Хайри Наляның арқасынан қаққан кезде Налян Хайриді құшақтап жылап жібереді. Достар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Құрсаудағы қыз сериалының қысқаша нұсқаларын күніге салып отырамын. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бізді жоғалтып алмайсыздар. Рахмет сіздерге.